Күйеуімнің бойындағы бірнеше күшті қасиеттермен сіздермен бөлісейін. Енді еркекті нағыз еркек қылып көрсететін ол бойындағы ірілік қасиеттер. Ол бір түрлі жақтан ғана тұрмайды, ол бірнеше түрлі жақтардан құралады екен да. Менің күйеуім біріншіден өте сабырлы. Сабырлығына таңғаласыз. Жер қозғалса да қозғалмайды ғой. Енді кейбір еркектер болады да, қатты күйгелек әйелдерінің миын жеп қояды ғой. Ұсақ түйекке де сөйлейді. Мен ойлаймын, күйгелектік деген ол еркектерге мүлдем тән қасиет емес. Енді әйел адам болсаң, енді бір кейбір кездерде ашуланасың да. Ол норма. Ал енді екіншіден күйеуім қатты ойламды. Енді отбасы болған соң, ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды дейді. Әйел адам болған соң біз көбірек сөйлейміз ғой негізінен. Ерек ашуланып қаламыз. Өйткені біз бала туамыз, ай сайын армандарымыз ойнайды. Біз көбірек нәрсені уайымдаймыз, сондықтан мен ашуланған кезде күйеуім менімен тең тұрмайды. Сыртты бір айланып келеді да, сосын күлдіре салады, бір күлдіргілерді айтып ашудың артын қалжыңға айландырып жібереді. Сырт жақтан келеді да, бағана бір үйдің ішінде ала күшік жүреді, сол ала күшік қайда кетті екен деп қалжыңдап, сонымен ол біз оны ұмытып та қаламыз. Бір тең тұрып, менімен бірге анау мынау демейді, ұзақ ойлайды, түсінікпен қарайды. Енді үшіншіден балалармен балаша ойнайтын ұнайды мағанша. Балалар деген оның мына бүттіл бет ауыздарының барлығына екі балам екі жағында отырып алып сурет сызады, шаштарын неше түрлі қылып түйеді, денелері нешен қуыршақ, аяқтарын нешен сызды қың демейді, мүлдем. Ат боп ойнайды, түйе боп ойнайды, балалармен бұғымбақ ойнайды, балалармен кәдімгідей балаша ойнайтын ұнайды да. Балалармен ойнағаннан зерікпейді. Ойбай деп андай баласына сен өзің кет жары бар демейді мүлдем. Төртіншіден қатты кітап құмар. Телефон көргеннің орнына маған қарағанда кітапты күйеуім көбірек оқиды. Сондықтан біз ұсақ түсек әңгімелерді қумаймыз. Біз болашақ туралы бірге жоспарлар құрамыз. Сосын ең керемет бір қасиеті қайнапасымен дос сияқты сөйлеседі. Мысалы менің шешеммен да. Енді сөздер үлкен кісілердің кейбір сөздері ұнамаса да, сол сөзіне қарай сөз қайтарып, зеріктірмей, апашы мындай, апа мындай болғанда деп әңгімесін қатты тыңдайды, тыңдай біледі үлкендердің әңгімесін, және соларға қарай зерікпей жауап қайтарады. Демек, адамдармен кімге қалай сөйлеу керектігін білетін ер азамат та. Сондықтан менің күйеуімнің бойындағы керемет қасиеттер шыны керек маған қатты ұнайды. Енді бұл барлық адамды Димаштың бойындағы қасиеттер таңғалдырып жатыр ғой, оның білімділігі, біліктілігі, мінезі деген сияқты. Мен де күйеуімді әлемдік жұлдыз болмаса да, күйеуімді дәл сол Димаш інім сияқты көрем да. Ең бір керемет азамат бірінші Димашпен сол менің күйеуім деп ойлаймын. Өйткені еркектің бойында еркекке тән қасиет болмаса, ол еркек сияқты емес, ол қатын сияқты болады. Мәселе оның тапқан ақшасымен ғана өлшенбейді. Оның бір отбасына ұстаған позициясы, еркек дейді да, еркек мықтылығын дейді ғой, сыртта емес, отбасында көрсету керек дейді. Сосын үйде де болсын, мынау сен істейтін жұмыс деп қарап тұрмайды, отбасындағы бүкіл жұмыстардың бәріне көмектеседі, тамақ жасауда қолынан келеді, қолынан неше түрлі өнер келіп тұр да. Сондықтан мен күйеуімнің сондай бір ер азамат маған жолыққанына өзім шынымды айтсам жаратушыға шексіз бір түрлі ризашылық білдірем. Және өзім іште енді өзіне айтпаймын бірағындашы. Солай болса да іште қатты риза болып тұрам. Барлық әрекетіне сыртқы дүниесі мен ішкі дүниесі сәйкескен. Іші де сондай бір керемет, ішкі дүниесі жүрегі аппақ, ал сыртқы келбеті болсын бәрі маған негізі ұнайды, достар. Сондықтан сіздерге де өздеріңізге ұнайтұғын, сізді бір мәссаған менің жігітім қандай керемет деп, саналығы, біліктілігі күшті ер азаматтар жолықсын сіздерге де.